Сәлем достар, қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге қалай YouTube каналды ашуды үйрететін боламын. Ол үшін қазір міне YouTube-қа кіреміз. YouTube-та менің өз каналым бар, соның жанына новый аштық. Яғни мына жерде бұл жерде мынау Умида Абдуманапқызы деген менікі, осы жерде болатынбыз. Осы жерден сізде канал, менде мой канал бар, сол себепті ашылып тұр да. Егер де сіздің новыйдан тіркеліп жатқан болсаңыздар, иншалла тезірек тіркелін, добавить аккаунт дейсіздер да, и продолжить дейсіздер. Продолжить бұл жерде телефон или электронный адрес деп тұр. Қазір новыйдан жасадық, соны қосатын боламыз. Біз осы жерден қосып аласыздар. Мен бері қарай өтейін, міне новыйдан аштық. Міне. Енді сізде Google аккаунтпен ашылған өзіңіздікі болмаса новый ашсаңыз болады. И мой канал дегенді басасыз. Сосын фото профилі хотите осы жерге сурет қойып қойыңыз. Өзіңіздің не товар сатқыңыз келеді, не жұмыс жасағыңыз келеді, сол жайында. Например, менде қазір так. Любой бір нені қоя салайын. Так, ну ладно. Имя Умида Темирбаева. Хотите осы жерге уже каналдарыңыздың атын сразу өзгертулеріңізге болады. Не канал жасағыңыз кеп тұр, Например, мен Алла қаласа каналды Умиданың асханасы деп ашқым келді. Умиданың асханасы. Так, ханасы. Сохранить. Умиданың асханасы каналымыз. Енді создать канал дейміз. Мінекей, енді бізде канал ашылды. Қараңыздар, мой канал деген жерге басып, енді бұл жерге сіз өзіңіздің видеоларыңызды ары қарай жалғастырсаңыздар болады. Сіздерге пайдалы болса, менің осы каналыма тіркеліп кетіңіздер. Осы жерде жақсы информациялар, жақсы видеолар қоятын боламыз. Осы канал арқылы сізде өте оңай жасалатын тамақтар, соның барлығын жасайтын боламыз. Сәттілік, каналдарыңыз көп жақсы болсын, Алла қаласа миллиондарды әкелетін. Алла қаласа осы Умиданың асханасы және де бұрынғы екі каналымызда да миллион подписчикке жетіп, алтын кнопкамызды алып, ай сайын бізге де елдер тауып жатқан, супер ютуберлер тауып жатқан, ютуберлердің үйде отырып кәдімгідей жұмыс жасай алатын YouTube каналымыз арқылы миллион, 2 миллиондар айына түседі. Сондай табыстар болсын. Сәттілік. Келесі видеоны көріңіздер, видеоны қалай қою керек, дұрыс қою керекін қоятын боламын. Сәттілік.